тоже mitigation, order block, breaker blockты белгілеттік. Мысалға, мына біздің order block дейікші. Order блогымыз баға order блоктың линияның ішіне кірді. Линияның ішіне кіргеннен кейін біз ең биік нүктесін қараймыз. Ең биік нүктесінің артқы жағынан 15 минут таймфреймнің ішінде өзінің трендін қиғанын қараймыз. Ол енді яғни өсіп бара жататын болса, мына бірінші тұрған қызылды қиды ма, значит не істеді? Тренд ауыстырды. Значит, осы жерден біз не істей аламыз? Төмен қарай шорт позиция аша аламыз. Яғни қараңыздар, бұл 15 минуттық просто подтверждение. Біз бірінші order блок, mitigation блок, order блок, mitigation блок, breaker блок, үш блогымызды белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін баға осы біз белгілеген зонаға келген кезде біз не істейміз? 15 минуттық таймфреймде кіру точка іздейміз. Егер ол мына жерде 15 минутта тренд ауыстырмай қайтадан жоғарыға өсіп кететін болса, значит мына зонамыз бізде отработка жасамаған зона болып саналады. Түсінікті ғой? Яғни біз алдыңғы стратегияда имбалансты қостық қой біз стратегияға. Бұл жақта біз 15 минуттық таймфреймді қосамыз. Өйткені 15 минуттық таймфреймде бізге подтверждение бермесе, біз ол линиядан істемейміз, позиция ашпаймыз. Бізге 15 минут таймфреймде подтверждение беру керек. Подтверждение бергеннен кейін барып уже біз не істейміз, позиция ашамыз. Түсінікті ғой? Яғни тура бұл жақта да тренд ауыстырған қарайсыздар. Линияңыздың ішіне келген ең биік нүктесін қарайсыздар. Шортқа болатын болса, ең биік нүктесін бірінші тұрған қызылды қиса, значит бізде бұл 15 минуттық таймфреймнің өзінің ішінде трендін ауыстырды. Значит, ол жерден біз не істей аламыз? Позиция қарай аламыз. Ал егер ол жерде тренд ауыстырмайтын болса, біз не істей алмаймыз? Уже ол жерден позиция қарай алмаймыз. Түсінікті ғой? Яғни шортта біз всегда не істейміз? Яғни трендіңіз өсіп келе жатыр ғой. Всегда қызыл свечаны қиғанын қараймыз. Всегда. Ал енді төменгі нүктеден қарайтын болсаң, всегда жасылды қиғанын қарайсыз, иә? Тура біздің брекаут зонадағы свечалар, тренд ауыстырғандағы, тура тренд ауыстырған просто бізде не істейді? 15 минуттық таймфреймде көрсетеді. Яғни 15 минуттық таймфреймде өзінің трендін ауыстыратын болса, сол бізде не болады? Подтверждение болып саналады. Егер 15 минут таймфреймде біздің зонамызда трендті ауыстырып беретін болса, значит біз позицияға кіреміз. Ал егер трендті ауыстырмай жоғары қарай жылжып кете беретін болса, значит ол жерден біз позицияны істемейміз, аша алмаймыз. Түсінікті ғой? Яғни именно смарт манийдің подтверждениесі осы. Яғни жаңағы order блок, breaker блок, mitigation блоктарымыздың барлығын не істейміз? Линиямыз сызып аламыз. Линиямыз сызып алғаннан кейін 15 минуттық таймфреймде не істейміз? Тренд ауыстырғанын іздейміз. Значит, тренд ауыстыра ма, біз ол жерден позиция аша аламыз. Значит, тренд ауыстырмай ма, ол бағыт жоғары қарай кетіп қалу мүмкіншілігі өте жоғары. Түсінікті ғой? Яғни бұл бізде smart money стратегиясы. Smart money мүді жаңағында үш блогыңыз белгілеп аласыз. Үш блокты белгілеп алғаннан кейін не істейміз? Үш блокты белгілеп алғаннан кейін барып 15 минут таймфреймде кіру точка іздейміз. Түсінікті ғой? Енді сіздерге бүгін оңай бір не берем, индикатор берем. Индикатор бөліміне кіресіздер да EMA кросс деп жазасыздар. Индикатор бөліміне кіресіздер да EMA кросс деген индикатор жазасыздар. Мына EMA кросс деген индикатор. EMA кросс. Енді бұл индикатор бізге не көрсетеді?
Бұл индикатор бізге, қараңыздар, мына жерде екі линия жүр, и ортада не жүр? Плюс сигналдар жүр. Иә, ортадағы плюстарды көріп тұрсыздар ма? Яғни бұл индикатор бізге не береді? Сигнал береді. Қараңыздар, бұны біз 15 минуттық таймфрейм, 5 минуттық таймфреймде қолдануымызға болады. Иә? Яғни бұл жақын уақытқа арналған индикатор. Қараңыздар, мына жерде плюстік сигнал шықты. Егер жасыл линия үстінде, қызыл оранжевый линия астында болып плюстік шығатын болса, бұл бізде шортқа сигнал. Егер жасыл линия үстінде тұрып, оранжевый линия астында тұрып, бізге плюсик сигналын беретін болса, біз не істейміз? Значит, шортқа позиция ашамыз. Значит, біз не істейміз? Шортқа позиция ашамыз. Ал енді керісінше, оранжевый линия үстінде болып, жасыл линия астында болып, плюсик сигналын беретін болса, біз позицияны не істейміз? Лонгқа ашамыз. Яғни, плюсик сигнал берген кезде уже біз направлениеміз не істейміз? Мына жақта кішкене 5 минутта анықтау көрсетейін, міне. Қараңыздар, мына жерде тоже сигнал берген, иә? Оранжевый жоғарыда, жасыл төменде. Значит, бұл не болады? Лонгқа сигнал береді. Ал енді мына жерде керісінше, жасыл үстінде, оранжевый астында, бұл неге береді? Шортқа береді. Мына жақта тоже так же. Иә? Міне. Жасыл астында, оранжевый үстінде плюс сигнал беретін болса, значит, біз позиция не істейміз? Жоғары қараймыз. Өте жақсы индикатор. Но тоже жаңалық кезде ондай ештеңеде қолданбайсыздар. Обычно рынок спокойный кезде қолдансаңыздар болады, иә? 5 минуттық таймфрейм мен 15 минуттық таймфрейм. Түсінікті ғой. Яғни енді осы индикаторды қолданып, сіздер қолдарыңызды тоже, және позиция, келетін позиция кішкене линияларымыз алыс болып кетсе, осы индикатор арқылы только не істей беріңіздер, сауда жасай беріңіздер. Қолдарыңызды жаттықтырыңыздар. Өйткені келесі апта уже бізде айттым, емес, сигнал деп. Сол себептен бұл енді часто береді. 15-20 минут әрқалай. Әрқалай 15-20 минуттарда сигнал тезірек береді. Сол себептен позиция ашасыздар, стоп-лоссты, как обычно, позиция мынау сигнал берген жерден ашасыз ба, стоп-лоссыңыз кішкене астына қоясыздар, тейк профитіңізді $5 қоясыз. Түсінікті ғой. Қолды жаттықтыруға, трейд жасауға өте ыңғайлы индикатор. Осы плюс сигнал берген кезде ғана не істейсіздер? Позиция ашасыздар. Яғни мына жерде лонгқа болатын болса, жасылдың линиясы астында, оранжевый үстінде болу керек. Шортқа болатын болса, оранжевый астында, жасыл үстінде болу керек. Иә, осы екі қағидасын жаттап алсаңыздар болды. Ары қарай оңай. Түсінікті ғой. Енді біз алдыңғы стратегиялар бойынша бізде бағанағы екі зона бар. Кіретін шортқа, лонгқа, иә, сызып алдыңыздар. Одан кейін смарт мани бойынша уже не істейміз? Линияларды белгілейміз да, сол линияға келген кезде 15 минутта таймфреймде кіру точка іздеп позиция ашамыз. Үшінші осы EMA кросс индикаторы. EMA кросс индикаторын 5 минуттық таймфрейм мен 15 минуттық таймфреймде қолданып позиция ашамыз. Түсінікті ғой. Лонгқа берсе лонгқа ашасыздар, шортқа берсе шортқа. Стоп лосс обязательно қоямыз. Take profit обязательно қоямыз. Түсінікті ғой. Енді бүгін осы индикатормен, бағанағы сызылған екі линиямен, одан кейін смарт мани бойынша линия сызып, кіру точка анықтайсыздар. Сол жерден тоже позиция келсе, позиция ашасыздар. Сөйтіп барлығын кураторға жібереміз. Бізде ертең бұйырса ертең сұрақ жауап бізде 12-де болады. Біздің уақытпен 12-де болады, сіздердің уақыттарыңызбен кешкі 21:00-де болады, кәдімгі 9-да болады. Түсінікті ғой. Ертең барлық сұрақтарыңызды кураторларыңызға жазыңыздар, ертең сабақта талқылаймыз, тоже 2-3 адамды шығарып, алдыңғы апта сияқты барлық осы сабақтың бәрін не істейміз? Қорытындылаймыз. Түсінікті ғой. Ертеңге барлық сұрақтарыңызды дайындап келіңіздер, үй жұмысын жасаңыздар, позиция ашыңыздар, иә, әсіресе новенькийлар. Сіздер позиция ашып қолдарыңызды үйретулеріңіз керек. Өйткені ертең 3 апта берілетін сигналды просто надо использовать, пайдаланып қалуларыңыз керек. Түсінікті ғой.
Бүгінгі сабақ осы. Үй тапсырмасына жаңа айтқанымдай бүгінгі mitigation блокпен 15 минутта тренд ауыстырған моменттерді сызып белгілеп жібересіздер. Бірінші стратегия, алдыңғы апта өткен стратегия бойынша не істейміз? Позиция ашамыз. Одан кейін мына индикатор бойынша тоже позиция ашып, кураторға не істейміз? Полный тексертеміз. Қолдарыңыз жаттықтыра бересіздер. Ошибка аштыңыздар ма? Ничего, барлығы демо счет. Иә? Ошибка жасадыңыз ба? Қайттан мына жер қате болып қалды, мына жер дұрыс ашпай қалдым деп кураторға жіберіп, постоянно не қылып отырыңыздар, сұрақ қойып, активно болып отырыңыздар. Ертең барлығын осының бәрін қай жерден ашқаныңыз барлығын сұраймын. Ертеңге тоже осы үй жұмысы mitigation блокпен 15 минут таймфреймде точка іздейсіздер. Одан кейін алдыңғы бірінші стратегия бойынша позиция ашамыз. Одан кейін осы индикатор бойынша позиция міндетті түрде ашамыз. 5 минуттық таймфрейм мен 15 минуттық таймфреймде. 1 минуттық таймфреймде кейде ложный информациялар көп болады. Сол себептен не істейміз? Ең азы 5 минуттық таймфрейммен не істейміз? Позиция ашамыз. Енді бұл индикатор метабесте жоқ. Осы жақтан қарайсыздар да сотканы соткамен алып сатсаңыздар болады. Соткамен алып сатып. Полный анализді осы трейдингімен жасап, метабестен соткамен алып сатып, солай не істеңіздер, практика жасаңыздар и жасаған позицияларыңызды кураторға жіберіңіздер. Түсінікті ғой? Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Бұйырса, ертең сабақта көрсеміз. Ертең сабақ 12-де, ұмыт кетпейміз. Барлығымыз қатысамыз. Барлық сұрақтарыңызды жазып, дайындап, кураторға жіберіп, үй тапсырмасын барлығына дайындаңыздар. Ертең полный разбор үй сұрақ жауап болады. Түсінікті ғой? Жақсы, онда барлықтарыңызға ертеңгі сабақта көріскенше.